Армысыздар ардақтағы қадірменді Қазспорт арнасының барша көрермендері. Бұл профутбол бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ермұхамед Мәулен. Сонымен профутбол бағдарламасының осы санын біз қазақ клубтарының Еурокубоктегі өнеріне арнамақпыз. Өнері деп айтатындай да бір ауыз толтырып ештеңе бола қойған жоқ. Өздеріңіз білесіздер, 3-1 командамыз бар еді. Қазақстанның намысын кәрі құрлықта қорғап жүрген. Үшеуі де жарыстан шығып қалды. Өкінішті әрине. Бірақ дегенмен де талдау жүргізіп, бар ашық мәселені жайып тастауға кезек келіп отырғанда секілді. Ауруын жасырған өлет демекші, бар кінәрат кімде, қай жерде, қай футболшы қателесті, немесе мәселенің барлығы басқа арнаға келіп тірелеме. Осы жағдайды анықтау үшін бүгін біз студияға қонаққа футбол шолушысы, журналист Олжас Байбосыновты шақырдық. Олжас, қош келдіңіз эфирге. Қош көрдік. Енді мынау бірінші қоятын сауалым, 3-1 командамызда жарыстан шығып қалды. Кейбірі жігерсіз ойнады дейді, кейбірі бостан-бос беріле салды дегенде, мынау әлеуметтік желіде көп адам жазып жатыр. Осы 3 командамыздың ішінде Қайсар, Астана, Қайраттың ішінде қайсының ойыны сізге көбірек ұнады? Маған әрине Мақтабе мен Қайрат арасындағы ойын ұнады. Ол туралы сәл кейінірек тоқталамыз ғой. Иә. Жалпы Қайратта жақсы ойнады. Қайсар мен Астананың ойыны? Ол екеуінің ойыны көңілден шықпады, өкінішке орай. Астанадан көп үміт күтіп едік. Жеңіліп қалды. Амал қанша. Ал енді қадірменді көрермендер, біз айта кетуіміз керек, профутбол бағдарламасының әдеттегідей негізгі демеушісі Фонбет букмекерлік кеңсесі. Фонбет бұл ТМД көлеміндегі ең үздік букмекерлік кеңсе. Ал енді хронология бойынша бірден бастайық. Қайсар командасы кеше бірінші болып матчты бастады. Кипрдің Апоел деген командасына қарсы ойнады. Жеребеде өте мықты қарсы түскендігін біз оның алдында да айттық. Апоел командасы өз елінің 27 дүркін чемпионы, құрамында мықты футболшылар бар. Қайсардың да құрамында жақсы легионерлер бар, бірақ дегенмен де тәжірибе жоқ командада. Осы басты әсер еткен секілді. Жалпы Қайсардың жеңілетін осы матчтың алдында да айтып та жаттыңыздар. Осыған байланысты не айтасыз? Дұрыс айттың, сәтсіз жеребе болды. Апоелға бірден түсіп болғаны. Апоел жалпы өзінің елінде ешкімге дес бермейтін көшбасшы команда. Талай біздің Қазақстандық клубтармен де ойнаған осыған дейін. Қайсарға сәтсіз жеребе болды, және Қайсар аутсайдер еді, Апоел фаворит еді. Мінекей Олжас мырза, ойыншылардың құрамы кеше осылай еді. Бұл командада енді негізге орталық ойыншылар Асқат Тағыберген, Думан Әрзілдаевтар, Ілияс Әмірсейітін енді көптеген жергілікті ойыншылар ойнады. Соларға көп көңіл бөлдік. Бірақ дегенмен де сол жігіттер кішкене сенімді ақтамайда қалған секілді. Енді түсінуге болады, Қызылордалық Қайсар бірінші мәрте Еурокубокке қатысып жатыр. Тәжірибе жоқ дедік. Оның үстіне бұл команда өз алаңында өткізетін матчын Қызылордада емес, Шымкентте өткізді. Ордабасының стадионында, өйткені өзінің Ғани Мұратбаев атындағы стадионы Қызылордадағы лицензиядан өтпей қалды. Неге екендігі түсініксіз. Мінекей ойыншылар құрамы осылай болды. Апоел командасында ойыншылар құрамына тоқталуға болады. Бұл команданың сапында керемет өнер көрсететін футболшылар болды. Әсіресе шабуыл шебінде жаңа Девинценти деген жаңа ойыншысы өте тамаша өнер көрсетті. Голды да салды, пасты да берді. Негізі Апоел осыған дейін Астана командасымен 2 мәрте кездескенін білесіздер. Сол кезде де мына футболшылардың бір шамасы болған. Өзінің тұрақты құрамы бар, 1-2 ойыншысын ауыстырып алмастырып отырады үнемі. Және өздеріңіз көргендей осы құраммен-ақ Қайсардан басым түсті. Жалпы Астанадан 2 мәрте жеңілген Апоел осы Қазақстанға келерінде біліп келген секілді. Қайсар бұл Қазақстанның командасы, демек қауіпті болу мүмкін, жеңіліп қалуымыз мүмкін деген сияқты оймен бар мықты құрамын шығарды және солай ойнады деп ойлаймын өз басым. Сізше? Апоел ол бүкіл бәсті осы Еврододаға, Еурокубоктарға тігеді жылда. Оларда үрдіске айналған. Өйткені ол жақтан жасалатын ақша бірінші кезекте. Өйткені клубтың бюджетін өзі жасайды. Былайша айтқанда еуропалық команда нағыз. Біздің командалар секілді үкіметтің тегін қаржысын алып отыра бермейді. Жоқ, емес. Сондықтан да Қайсардан жеңіліп қалу оларға бір трагедияның бірі болушы еді. Мүмкін емес нәрсе деп айтуға да болушы еді. Олар үшін.
Олар сондай жақсы бір көңіл күймен келгеннен кейін енді есепте сол көрінді табылудан. Ал енді ойынның алдында жалпы болжам беретін адамдар, мамандардың барлығы да АПЛ 2 доп айырмасымен келесі кезеңге өтеді, оп-оңай жеңеді деп жатты. Бірақ матчтың небәрі 6-7 минуттарында өздеріңіз білесіз, Элгуджа Лабжанидзе гол салып кетті ғой. Футболда ондай сәттер болып тұрады, қақпашының қателігінен. Иә, мінекей көрсеңіздер бар. Асқар Тағыбергеннің соққысы. Элгуджа Лабжанидзе өзі негізі офсайдта болдым ба деп ойлап та қалған секілді, аса қатты тойламады, қуанбады да, бірден гол салды осылай. Қақпашының қопал қателігі ол жерде. Одан кейін бәрі басталды. Мінекей, иә. Басталды, расымен де АПЛ біртіндеп шабуылды үдете бастады, және мынау алғашқы голға алып келген шабуыл, және доп осы жерде бір түсініксіз траекториямен ұшты. Заруцкий қақпашы қайтара алмады, ал одан кейін мінекей осылай сейфтердің артынан сейфтер жасай бастады. Ойынды көріп отырсыздар, керемет соққы. Екінші гол өте керемет шықты. 9-ға топ еткізді кәдімгідей. Негізі қақпашының қолы сәл жеткендей екен, бірақ тосып қайтарып үлгере алмапты. Қайсардың да шабуылы, енді негізі Максим Федин секілді ойыншылардан көп үміт күттік, бірақ олар үмітті ақтамады. Мына жерде енді тіпті АПЛ ойыншылары. Қақпашының сейві бұл жерде. Атап өту керек. Неше түрлі нәрсені істей бастады. Жалпы қақпашы Заруцкий өте жақсы тұрды негізі, оны айта кетуіміз керек. 4 гол жібергенмен де. Өйткені АПЛ-ді мүмкіндіктер өте көп болды. Толас шабуылдар болды АПЛ-да, ана жерде өз қақпамызға да соғып алдық қой деймін осы жерде. Жоқ, бұл жерде ана ойыншыға тиіп кетті ғой. Сондықтан Қайсардың ойыншысына тигеннен кейін офсайд болған жоқ. Өйткені доп өз ойыншысынан келіп тұр. Сондықтан офсайд болмайды бұл жерде. Және Заруцкий одан кейін де қайтара бастады. Ал мына жерде Иван Граф бұл офсайдта болған тұс. Қауіпті сәт деп айтуға келіңкіремейді. Ал мінекей мынау Асқар Тағыбергеннің енді тепкісі. Қазақстан чемпионатында 30-40 метр жерден гол салып жүрген футболшының қобалжу басып кетеді ғой дейміз футболшылар. Үлкен матчтарға шыққан кезде. Тәжірибе жоқ, қобалжиды, шетелдік команда қалай ойнау керектігін кейде түсінбей жататын секілді көрінеді. Одан кейін ойынның соңғы минуттарында Қайсар кішкене ес жиып, бір ең болмаса тағы да бір гол соғудың ретін қарастырған, бірақ болмады. Керісінше АПЛ командасы гол салып кетті. Мінекей, мына жерде ол 100% мүмкіндік жіберіп алды негізі. Одан кейін де тепкілер, мінекей соққыларын көріп отырсыздар, теуіп те жатты аямай. Ал мына жерде енді офсайд болған жоқ, өйткені бір қорғаушы алаңның жиегінде қалып кеткен, шығып үлгермеді, көрдіңіздер ғой. Қарапайым ғана қателік. Босаңсып тұрып қалды, және соның салдарынан гол салынды. Қақпашының тамаша сейві және бір рет. Ілияс Әмірзейітов қойдым, дәл сол тұрған жер еді, және Дінмұхамед Кашкен алаңға шыққан қателіктен қателік жасап жатты. Мінекей. Бұл енді қалай ойлайсыз енді АПЛ командасының енді бір бас жоғары екендігін көрдік, дегенмен де Қайсардан сіз күткендей ойын болды ма, жоқ әлде нашар болды ма? Қайсардан мен күткен ойын болған жоқ. Қайсар былтырғы жылға қарағанда құрам әлсіздеу, дайындалу керек еді негізі Евро матчтарға, Еврокубок матчтарына. Мен күткендей ойнай алмады Қайсар. Және АПЛ енді мен күткендей ойнады. Негізі соны күткен едік дейсіз ғой. Ал енді мынау матчтың статистикасына кішкене көз жүгіртіп отырайық. 15 соққы қақпаға дәл бағыттапты АПЛ. Қайсар небәрі 5 соққы, 3 есе көп. Мінекей. Одан бөлек айып добы 18, айып добын орындапты 63% допқа иелік етіпті. Бұрыштаманың өзін 11 мәрте көтерген екен. Басымдықтың бәрі АПЛ тарапында болды. 15 соққыны дұрыс айтып өттіңіз. Соның 4-еуі голға айналса, 11-і сейф болып тұр ғой енді. Қақпашының жақсы ойнағанын атап өттік қой. Соған байланысты дейсіз ғой. Сары қағаздан да Қайсар ойыншылар 4 сары қағаз алыпты. Енді мінекей алғашқы мәрте қатысқан Қайсар өте бір нашар ойнады, сүреңсіз матч болды. Әлбетте, менің ойымша алдағы уақытта Қайсар Еврокубокке қатыса ала ма, жалпы қандай баға бересіз мына чемпионатта ойына? Әбден қатысуы мүмкін. Біздің Қазақстанда кез келген команда Еврокубокқа қатысуы мүмкін. Кубокты жеңіп алса егер.
Атырауда ойнауы мүмкін еді ғой былтыр. Иә, Сол секілді. Кім біледі? Финалда сол Атырауда әупірімдеп жүріп Қайсар жеңген еді, 120 жмиттардың ішінде гол салып жүр. Ал енді қадірменді көрермен қауым, тағы да айта кетуіміз керек, про футбол бағдарламасының негізгі демеушісі Фонбет букмекерлік кеңсесі. Фонбет бұл ТМД көлеміндегі үздік букмекерлік кеңсе. Ал енді әңгімемізді одан ары қарай өрбітейік, Қайсарды талқыладық, айттық, бірінші рет қатысты, кішкене жеңілдікпен қарауға дайынбыз. Мақұл, келесі жолы алдағы уақыттары Қайсар бәлкім енді Еврокубокқа шығып жатса, кішкене тәжірибе жинап, жақсылап келе жатар қатысушылар. Енді екінші матчымыз біздің Астана Будучность деп аталады. Будучность бұл Черногорияның командасы. Астананың ойын алдындағы өте бір керемет фаворит екендігі, тіпті букмекерлік кеңселер болмашы ғана коэффициент берді. Астана анық жеңеді деп ойлады. Сіз жалпы осы матчтың алдында қандай ойда болдыңыз, пікірде болдыңыз? Мен осы матчтың алдында букмекерлік кеңселердің ол ешқандай да түсінбедім. Өйткені содан да Астана өзін бір Реал Мадрид сезініп кетті ғой деймін. Және бұл үлкен сабақ болады деп ойлаймын Астанаға болашақта. Өйткені үміттің мүлде ақтаған жоқ. Өйткені бәріміз күттік Астанадан жеңісті. Жеребеде сәтті түскен еді Астанаға. Будучностьті өтуге болушы еді. Бірақ өкінішке орай бірінші таймда соғылған гол сол 25-ші минутта. Солай қалып қойды. Енді жалпы Будучность командасы да Астананың да ойыншылар құрамын алып қарасақ, ол жерде де басымдылық бар. Астанада миллиондап қаржы алатын легионерлер бар, мінекей көріп отырсыз. Әжептәуір өзінің ұлттық құрамаларында ойнайтын болса, Барсегиян Армения құрамасы, Сигурьонсен Исландияда, Дорин Ротариуды Румыния құрама командасын шақырып жүр. Макс Эвонг өткенде ғана Қазақстанға қарсы ойнады, Беларусия құрамында, Иван Маевский де сол командада ойнайды дегендей. Қандай керемет бір шет мемлекеттерден алынған легионерлер, бірақ құрам мықты өте жасақталған. Мүмкін бапкердің қателігі ма, кім біледі? Енді жаңадан келген бапкер Пол Эшворт өзі жалпы менеджерлікпен ғана айналысатын адам секілді көрінеді. Бапкерлігі шын айтқанда көңіл көншітпейді. Ал мына Будучность командасының ойыншылар құрамы түгел черногориялық футболшылар, өзінің отанынан шыққан 24-25-тегі балалар, мысалға жігіттер біздің тәжірибелі легионерлерді. Физикалық тұрғыдан өте мықты екен, футболшылар кеше ойыннан көрінді. Әсіресе мынау 20-ші нөмірдегі Терзич деген ойыншысы өте бір белсенді ойнайды екен, расымен айтқанда. Осындай ойыншылардың ішінен енді жақын арада Стефан Йоветич секілді, бір Италия А сериясында ойнайтын, Небойша Косович секілді Қазақстан чемпионатында ойнайтындай бір футболшылар пайда болуы мүмкін ғой? Әрине, ол үлкен мүмкіндік, егер ары қарай шығып жатса, сәтті ойнап Еврокубоктардың топтық кезеңіне шығып жатса, ол мүмкіндік қой үлкен клубтарға ауысып кетуге. Ол футболистер, оның барлығын футболшылар жақсы түсініп тұр. Сондықтан олар менің ойымша сол топтық кезеңге шығады деп ойлаймын. Кешегі Астананың жеңгені ол бір тек қана бір соның алғышарты дейсің. Алғышарты бір сәт сондай бір момент емес деп ойлаймын ары қарай. Енді осы матчқа тоқталып өтейік. Астана командасы гол жіберіп алды ғой, түсінікті, бірақ одан кейін былайша айтқанда екінші тайм болды. Сол таймның 25 минуты болды. 70-ге жоқ минут болды. Соншама уақыттың ішінде Астана бір гол сала алмай қалуының себебі неде? Жалпы ойын жоқ па командада? Жалпы сол кешегі ойынды көріп отырып мен ойлаймын да. Кезінде Кабананга мен Твумасилар айналайын екен ғой деп. Әлбетте. Олармен жылап көрсетіндей жағдайға жетті кеше. Мінекей Терзичтің салған голы 20-ші минутта осы гол бүкіл матчтың тағдырын шешті. Ол кезден олай ойламады ешкім, жалпы жанкүйерлер, өйткені Астанада мынандай мүмкіндіктер болып жатты. Қандай керемет мүмкіндіктер, Барсегиян алысқа тепті. Астанада қатты сасып қалған жоқ, бірінші голдан соң бір нағыз фавориттар сияқты ойнады, бірақ неге екен ешкімге түсініксіз гол кірмей қойды сол. Осы ойыннан кейін Младен Милинкович деген Будучностьтың бас бапкері сол кісі айтыпты, Астананың шабуылдағы ойыншылар өте мықты еді. Әсіресе Марин Томасов деген ойыншысы. Бірақ неге екен білмеймін, Пол Эшворт, Астананың бас бапкері, оны алаңға шығарған жоқ депті. Оны не айтасыз? Томасов
Сол да түсініксіз болды. Жарақат деп ойладым мен өзім. Жарақатына байланысты дайын болмады ма 100%-ға. Мінекей ойын осылайша өрбіп жатты, және соңғы минуттарда төрешінің ысқырығы, сонымен Будущность командасы келесі кезеңге өтті. Осы ойынның алдында да олар айтып жатты, Астананың жалпы қателіктерін біз көрдік, оқыдық, зерттедік, видеоларын көрдік, чемпионаттағы қорғанысы әлсіз екен. Келісесіз бе? Әрине келісемін. Қорғанысы әлсіз. Гол соғылған кезде қорғаныстың қателігі түгелдей. Шабуылының мықты екенін өзің айтып өттің. Әрине шабуыл мықты. Тамастың шықпағаны жұмбақ болды ол да. Шабуыл мықты болғанмен бір ұжымдасып ойнау, бір-бірін түсіну, сол жағы жетіспеді негізінен. Ал енді мынау кипрлік шабуылшы бар ғой, Кипр құрамасының шабуылшысы ол да Перес Сатириу деген. Перес Сатириу деген кеше шаш үлгісімен ғана есте қалды. Бір жанып тұрған бір көзінде бір Евро кубоктарда ойнаған кезде футболшылар басқа бір көңіл күймен, басқа бір жаңағы немен шығу керек, оймен, мақсатпен. Бірақ кеше бір сол нелер көрінбеді да, сол енді лидер футболистер солар қолға алу керек еді ойын. Өкінішке орай олай болмады. Тамасов кештеу шығып қалды ма деп мен де ойлап отырмын қазір. Сол Перес Сатириу жалпы ештеңемен тек шаш үлгісімен ғана көзге түсті деп отырсыз ғой. Бірақ сол ойыншының бізге жеткен енді нақты деректер емес, ресми деректер емес, жалақысы 32 миллион теңгені құрайды екен айына. Керемет. Керемет, Керемет жалақы. Керемет жалақы. Ал енді қадірменді ағайын, профутбол бағдарламасының негізгі демеушісі Фонбет букмекерлік кеңсесі екендігін айта отырайық. Фонбет бұл ТМД көлемдегі үздік букмекерлік кеңсе. Осы ойындағы Будущностьтың статистикалық мәліметтеріне, Астананың статистикалық мәліметтеріне көз жүгіртейік. Былай қарағанда барлығы тең, соққылар 9, Будущностьта да 9, дәл бағытталған соққы Астанада 3, Будущностьта 2. Былай қарағанда статистика тең. Айып-добы да мінеке 20-да 20, блоктар мінеке 1-де 2, барлығы келіп тұр. Сондықтан да Будущность миллиондаған қаржысы бар командадан ешқандай осал болған жоқ. Түсінікті ойын барысында да. Енді кейде болады ғой, сәттілік жетіспейді, бір команда 90 минут шабуылдайды, бірақ бір гол жіберіп болады, ұтылып қалады ғой. Бірақ ондай матчта бола қойған жоқ деп ойлаймын. Сонымен қатар кеше Младен Милинкович деген бас бапкер кішкене мысқылдап, мақтанып та былай әңгіме айтып кетіпті. Баспасөз мәслихатында ол не десеңізші. Бір тілші сұрақ қойыпты. Сіздің командаңыздың бюджеті қанша деп? Біліп тұр ғой енді, Астананың бюджеті 10 шақты, 20 шақты есе Будущностьтан көп екен. Сонда 1 миллион 200 мың евро деп жасырмай айтыпты. Ол ақша сонымен қатар балалар академиясына, жастар құрамаларына және бізге де кетеді. Бәрі осы жылдың соңына дейін осы ұшып тұруымыз, жүруіміз барлығына осы ақша кетеді депті. Будущностьтың тарихы бай команда екенін көрдім мен де. Футболдан қатар, онымен қатар гандболдан, волейболдан, баскетболдан клубтар бар екен. Сондай бір жасақталған, сондай бір ұлттық командасы ғой деймін, қаратаулықтардың. Енді жаңағында бюджет салыстырып көріңізші. Астана бір 20 есе көп қой ана бюджеттен, мысалға да бюджеті. Астанада бір ұлттық колорит жетіспейді ма, бір солай мен ойлаймын да. Көрермендерді қатты қабылдай алмайды содан кейін. Жылда әйтеуір бір соғылған пенальтилардың бір сондай бір ойланатын матчтардың арқасында чемпион болып жатқанын да көрдік қой мысалға. Күмәнді матчтардың арқасында. Одан кейін тағы бір фактор бар, бұл Астана арена ғой. Қалай ойлайсың? Ол да бар, Астана аренада олар басқаша ойнаушы еді, шынында да. Бірақ ол кездегі, енді ол Астананың бір шарқырап тұрған кезіндегі ойындарын жүргізетін Кабананга мен Тулмасиларда жоқ болып тұр ғой қазір. Олар енді басқаша ойнаушы еді, оны мойындау керек. Оның үстіне жаңа Станимир Стоев деген бапкер болды. Оны айту керек, Қазір Астанаға бапкер табу керек сияқты, менің ойымша. Шұғыл түрде. Шұғыл түрде. Қадірменді ағайын, осымен біз ойынымызда түйіндедік. Бұл енді сенсация деп европалықтар, жалпы черногориялықтар айтып та жазып та жатыр екен, бірақ бізге аса қатты олай болып көрінген жоқ. Астана ойын барысында ештеңе көрсете алмады, солайша жеңілді. Өзі жалпы Қазақстан чемпионатында да сүреңсіз ойнап жүрген, бапкер ауыстырды, өткелде ат ауыстырды демекші. Осындай қиын жағдайда қазір клубтың басына бір қара бұлт үйіліп тұрған заман. Кейбір деректерде бұл команданың қаржылық жағдайда қазір қиын деп
жазылып та айтылып та жатыр. Оны енді алдағы уақытта анықтай жатармыз. Дегенмен Астана енді қанша дегенмен Еврокубокте Қазақстанның атына опай түсіріп жүрген, Қазақстанның футболының намысын жыртып жүрген сондай абыройлы командамыз. Келесі жылы қайтадан додаға оралады деген ойдамыз. Ал енді Олжас мырза, осы тұрғыда бір тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы осы Еврокубокте біздің 3 командамызда шығып кетті деп жатырмыз. Бапкерлер былайша айтып отыр. Карантин ұзақ уақыт созылды, Қазақстан чемпионаты ойналмады. Соның салдарынан бұл жігіттерде біздің клубтарда ойын тәжірибесі жоқ. Апта сайын алаңға шығып, терлеп, жүгіріп жүрмегендіктен осылайша бәрі жеңіліп жатыр дейді. Қалай ойлайсыз? Бір жағынан оны да түсіну, ол пікірді де ақтап алуға болады. Мотивация жоғалып кеткен мүлде. Бірақ кеше Қайсардың ойыннан, Астананың ойыннан оны көруге болады. Бірақ Қайраттың ойыннан қарап отқан кезде олай келіспеймін мен негізі. Ол жерде барлығында жанып тұрды, көздерінде от болды, ойнады, соңына шейін ойнады. Бірақ өкінішке орай жеңіліп қалды. Есеп көңілден шыққан. Енді сол Қайрат Маккаби арасындағы кездесуді талқылауға да кезекті берейік, қадірменді ағайын. Біздің 3-ші матчымыз сол. Маккаби Хайфа өз алаңында алматылық Қайратты қабылдады. Және негізі матчтың алдында Маккаби Хайфа, яғни алаң иелері фаворит болып саналған. Ол солай да болды негізі түбінде, бірақ дегенмен Қайраттың да осы матчта мүмкіндіктер болғандығын мойындауымыз керек. Жалпы ойыны ұнады деп отырсыз. Әсіресе мына Вагнер Лафтың голы, одан бөлекте қандай футболшыларды атап өтер едіңіз Қайрат сапынан? Вагнер Лафты Әбекенді атап өтер едім. Жан салысып, жан берісіп, сол бүкіл күшін сол алаңда қалдырып, солай ойнау керек қой негізі. Вагнер Лафқа келетін болсақ, Вагнер Лафқа бір құраммен таныса алайық. Иә, мінекей Вагнер Лаф ол енді негізгі шабуылшы болды. Сонымен қатар Абат Айымбетов те, Гүлжігіт Алықұлов та ойнады, Әбікен, Небойша Косович, барлығы да мінекей. Қорғаныста кішкене мәселелер болды мен үшін. Нұралы Әліптің ойыны кеше сізге қалай болды? Мүлде ұнаған жоқ. Дайын емес, ондай үлкен матчтарға. Дугаличтің ойында ұнаған жоқ. Біздің қорғаушылар сол қарапайым допты шығарып жердің өзінде бір қателесіп кетіп жатты. Бірінші таймда. Бір-біріне соқты. Ауыр қимылдайды, бір аяқтарына тас байлап алған сияқты ма. Әрине, жынданасың көріп отырып ондай ойын. Ал екінші таймда ойынды кішкене күшейтуге кірген Еркебұлан Тұңғышбаевты сәл ертерек шығару керек пе? Қалай ойлайсыз? Еркебұлан Тұңғышбаевтан бұрын анау Абат Айымбетовтің орнына шыққан Эссеолан ертерек шығару керек деп ойлап қалдым мен. Өте тәжірибелі шабуылшы. Ал мынау Маккаби Хайфа командасының ойыншылары Никита Рукавица деген шабуылшысы, Австралия құрама командасының шабуылшысы, украиналық ойыншы болғанмен де сол кішкене кеше тағдыр шешті матч гол салды. Және соған қарсы ойын тәртібі бұзылған тұста Черри деген ойыншысы өте тамаша комбинация жасап жіберді. Жалпы айып топтарын көрдіңіз бе кешеге? Айып топты сол бір әбден жаттығып алған. Бірінші гол соғылған кезде Қайрат футболшыларда қатты түсінілмей қалды ғой негізі. Черри деген ойыншысы бірақ енді нағыз кәдімгі лидер екен. Екінші таймда Вертхос деген Яник деген голландиялық ойыншысы да белсенді бола бастады. Жалпы ортадағы футболшылар да оңай емес екен. Жаңа Юваль Ашкенази туралы айтып отырмыз. Бірінші гол сол салды ғой. Жалпы мынау Израиль командаларының ойыны үнемі осындай бір төрешілердің қатысуымен, төрешілердің бір дұрыс емес шешімдерімен болып жататындығын білесіз ба? Жалпы қалай қарайсыз? Соны білем, және осы жерде соған бір тоқталайықшы. Шыны керек, кеше Вагнер Лафтың екінші голы неге есептемейді? Неге вар жоқ бұндай бір шешуші матчтарда? Неге төреші бір қарап бір жаңағы кеңесіп, бір сұрап немесе 5-ші төреші деген бар ғой? Ал қазір мынау мінекей Юваль Ашкеназидің салған голын талқылайық, одан кейін қазір міндетті түрде тоқталамыз. Қарапайым қорғаныстың қателігі, қитұрқы әрекет қатты бір бола қойған жоқ негізі, дегенмен де айыпдауынан гол салды. Вагнер Лаф бар мүмкіндікті пайдалануға тырысатын кәдімгі кәрі қасқыр, мінекей тура сол Ғафуржанның берген пасы және жай ғана дәлдікке орындай салды мінекей. Аспанға теуіп, ол жерде бір керегі жоқ, түсінікті. Қазақстандық көп шабуылшылар осы Вагнер Лафтан үйрену керек сияқты біраз нәрсе. Сол Вагнер сол қарсыластың қақпасының маңында тұра беру керек секілді көрінді кеше. Мінекей мынау Рукавицаның салған голы.
оп-оңай ортадан пас кетті. Нұралы Әліп те, Дугалич те ештеңе істей алмай қалды. Команданың бас бапкері Барак Бахар осылайша қуанды кеше. Және мінекей сол атышулы бұрыштама, тамаша пас, Вагнерлов офсайдта жоқ, және Яцек Гуральский польшалық. Мына жерде офсайдта қалып кетіпті. Жоқ, бұндай моменттерді вардан көрген кезде есептеп жаттық. Осы былтырғы сезонда көрдік. Былтырғы маусымда Еуропалық топ чемпионаттарда. Көрдіңіз бе? Израильде вар қойылмаған. Сол әрине қатты кеше ренжітті. Бұл жерде басты кінә жаңа Яцек Гуральский де болып отыр. Ол аяғын созып қалып отыр ғой. Қорғаушы соны қайтаратын бет, жата жастана қорғанар бет. Соған кедергі келтіреді деген желеумен? Желеумен кедергі келтіретінде ол доп тіке қақпаға ұшып бара жатыр ғой. Ол ешқандай ол негізі гол есептелу керек. Қайтадан көрейікші. Осы жерде Яцек Гуральскийге ештеңе істемей тұра берсе де гол қақпаға кіретін бет. Футболшы кіреуші еді, ол Гуральскийдің аяғына да тиген жоқ. Ол енді футболшының реакциясы бар, бірден еғіп қалды ғой. Вагнерловтың енді әлбетте қаны қайнайтындай жөні болды. Баяғына Криштиану Роналдудың голын Луиш Нани құртып еді ғой, сол сияқты болған сияқты мен ойымша. Мына жерде аяғы тимеген енді. Тимеген, ол жерде есептелу керек. Айтып отырмын ғой, былтырғы топ чемпионаттарда еуропалық бұндай сәттерде вардан қарап есептеп жүрген голдарды мен өзім көрген талай рет. Бірақ енді ана Яцек Гуральскийді көрдіңіз ғой, ол қимылдады. Демек, пассивті офсайдта тұрған күннің өзінде ол шабуылға қатысы болып тұр. Әрекет қылып тұр ғой, бұлай жылжып отыр. Аяғында созып отыр. Сол басты кінә болып тұр. Сол болып тұр, иә, бірақ енді сол кезде Яцек тып-тыныш тұра береді. Ситуациядан келіп шығып голды есептеуге әбден болушы еді. Негізі дұрыстап қараған. Гол кіріп тұр ғой уже, жаңағы 30 сантиметр қалып тұр ғой, былай қараған кезде қақпаға дейін. Есепті 2-2 қылып кетуге мүмкіндік болған еді осы тұста. Қадірменді ағай, Pro футбол бағдарламасының негізгі демеушісі Фонбет букмекерлік кеңсесі екендігін естеріңізге сала кетеміз. Фонбет бұл ТМД көлеміндегі үздік букмекерлік кеңсе. Ал енді 3 командамыз да жарыстан шығып кетті. Биылғы чемпионат енді қызып келе жатыр. Келесі жылы жалпы Еврокубоктен қандай нәтиже күтесіз? Астанада, Қайратта қанша жыл болды? Енді Қайрат қой, енді Еврокубокке шыға алмай жатыр. Қайрат Боранбаев мырза біраз қаржысын салып жатыр. Біреулер бас бапкер, жаңа жас бапкер Шпилевский кетсін дейді, немесе ойыншыларды дұрыс алмайды дейді. Қалай жалпы Қайратқа не істеу керек жалпы топтық кезеңге өту үшін? Жылда айтылатын сын Шпилевскийге, ол жас бапкер өзінің жаңағы жастығына салынып бір жұмысын жақсы орындай алмай жатыр деген сияқты бір пікірлер айтылып жатыр ғой. Мүмкін сол пікірде дұрыс шығар деп ойлаймын мен бір жағынан. Өйткені кешегі ойында Маккаби ойынның басында фаворит болғанын ойыннан көрдік, ешқандай да фаворит емес. Екі ғана шабуыл жасады. Иә, жеңуге болады. Бір жағынан қарап тұрып, олай да ойланасың. Шпилевскийдің қойған ойыны мүмкін өзінің идеясын жалқы соңына дейін жеткізу керек те шығар мүмкін. Уақыт беру керек шығар деген сияқты. Бірақ енді уақыт бергенде 3-ші жылы болып жатыр бұл. Енді осы жылы егер Қайрат чемпион болса, мен ойымша келесі жылғы Еврокубоктарға Вагнерлов сақтап қалу керек сияқты маған. Өйткені көрдік кеше Вагнерловтың кім екенін, қандай екенін, не үшін келген. Сондықтан да кеше Алықұловтың ойыны өте бір көп сұрақтар қалып кетті. Неге ол бір белсенді ойнамады? Қазақстан чемпионатында өткенде бірінші неде белсенді ойын көрсетті, кеше мүлде жоғалып кетті. Соның орнына мүмкін енді Сейдахмет шығару керек пе еді мүмкін бар болған кезінде егер. Бар болған кезінде. Бірақ өкінішке орай жоқ. Жетісуға беріп жіберді жалға. Енді сонымен қатар мынау Қайрат командасы туралы айтып жатырмыз ғой, енді әңгіменің соңына дейін жеткізе кетейік. Бұл команданың мынау өз алаңында өткізетін матчтары да өте керемет енді, өз алаңда ойнау. Кешегі матч Қайраттың алаңында өткенде қалай ойлайсыз? Өтіп кетер ме? Кешегі матч Қайраттың алаңында өткенде өтіп кетер едік деп ойлаймын. Негізі және бір ресет болады ма деп те ойлап қалдым кешегі ойындағы бір моменттерді көріп. Өйткені Алматының стадионда Қайрат қалай ойнайтынын білеміз. Көсіліп еркін сала береді. Оның үстіне кешегі Израильдегі ауа райы өте ыстық болды. Ол да бір жағынан мүмкін футболшыларға әсер етті. Ал енді сонымен қатар Шпилевский ойынның алдында жалпы өткенде айтты ғой, Қайраттың прессингісі
Ресейдегі мықты клубтардың деңгейіндеміз деп. Осыған қалай қарайсыз? Прессинг туралы. Қайсардың прессинг кеше Гаральскиймен Қайраттың Гаральскиймен жаңағы Әбекеннің прессингі тамаша, керемет, кәдімгідей тұрып алып жүгіре беретін кезіндегі бір Гаттузо сияқты ма, солай болып кетті кеше мен елестеген. Бірақ енді өзгелер нашар ғой. Өзгелер нашар. Біз айтып тұрмын ғой кеше, қорғаныс нашар, мүлде нашар. Өйткені ондай қорғаныспен әрине ұзаққа бара алмайтын. Ұзаққа бармағанда осы Маккаби енді Ростовпен кездеседі. Қайратта енді жеңгенде кеше Ростовпен кездеседі. Ростовпен кездесу енді ол кезде мүмкін басқаша. жағы Алматыда ойнаған кезде мүмкін жеңіп те кетермеді. Ростов дегенің Вагнерловтар гол салып жүрген команда ғой кезінде. Оның да Еврокубокте тәжірибесі жоқ. Бірінші рет қатысайын деп отырған команданың бірі ғой. Енді бірінші рет емес, енді оның алдында да қатысып жүр ғой, бірақ жыл сайын қатысып жүрген тұрақты команда емес. Енді жалпы мынау бағдарламамызға келіп, ойыңызды бөлісіп, қазақ клубтарына байланысты пікіріңізді білдіргеніңізге Олжас мырза рахмет айтамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың уақыты да осымен тәмам екен. Қадірменді көрермен қауым, профутбол бағдарламасы алдағы уақытта да қазақ футбол клубтарының Еврокубоктегі немесе ұлттық құрамамыздың ұлттар лигасындағы ойындарына, тіпті Қазақстан жастар құрама командасының қазір Еуропаға шығуға іріктеуден өтуге тамаша мүмкіндігі бар, оларға да тоқталатын жөні бар. Сондықтан да алдағы уақытта біздің бағдарламаны көре жүріңіздер. Жеңісті күндерде жүздескенше сау, сәлеметті болыңыздар ағайын.